алтын күн аспаны, алтыннан табасы, ерліктің дастаны, еліңе қалашық, ежелден ердеген даттама шаттығын. Балалар, біз тәуелсіздігімізді 1991 жылы 16 желтоқсанда алдық. Біз бұл күнге біз өзіміздің ата-бабаларымыздың еңбектерінің арқасында жеттік. Тәуелсіздігімізді алу үшін олардың қосқан үлестері көп. Біздің ұлан байтақ жерімізді қорғап, олар жаулардан қорғап, мынау бізге дейін жеткізді. Міне біздің бұрынғы ата-бабаларымыздың қалай тіршілік еткен көрінісі. Мынау қар үйлерде тұратын болған бұрын, мынандай қар үйлерде тұратын болған. Мал шаруашылықтарымен айналысқан. Міне сиыр, жылқы, ат, қой өсіретін болған. Одан кейін диқаншылықпен айналысқан. Диқаншылық, егін шаруашылықпен айналысқан. Бұл кезде балалар осындай құлық арқылы сыйлалатын болғаннан кейін ал маған ойнайтын болған. Осындай тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Біздің бұрында аталарымыз көрпелер тігетін болған, әр түрлі маталарды мына жерде 8 жапырақ құрағы. Қазір біз осы 8 жапырақ әдісін жалғастырамыз. 8 жапырақ әдісі, одан кейін мына жерде әдіс, мына жерде келесі мынау да көрпешенің түрі балалар. Осындай әр түрлі бізде құрақ көрпелерді аналарымыз тігетін. Мынау тәуелсіздік алған күн дейді. Тәуелсіздік алған күніміз қандай күн? Тәуелсіздік. Жақсы, жарайсың, жақсырамыз. Әкеле ғой, келесі. Қазақстан Республикасының президенті кім екенбізде? Жақсы, сендер жабыстыра беріңдер енді. Жапырақ әдісі шығады екен, иә? Ал мынау шахмат әдісі, мынау да 8 жапырақ, мынау да құрақты гүл екен балалар. Көрдік па? Біздің қазақтың ұлттық бізге құрақтың түрлері бар екен, иә?